Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде әліппе сабағы. Әліппеден бүгін жаңа тақырып өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы А дыбысы және А әрпі. Сабағымыздың мақсаты А дыбысы мен әрпін таниды, дыбыспен сәйкестендіреді. А әрпін дұрыс таңбалап жазады. Сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасаймыз балалар бүгінгі сабағымызда. Мен сендерге аю туралы әңгіме айтып берейін. Аю қайда өмір сүреді? Жарайсыңдар. Онда мұқият тыңдай. Бір күні аю балды көп жеп алыпты да орманда. Тісі ауырып, аюдың тісі ауырып. Басын байлап бүйтіп отырса, басын байлап жылап отырса, алдына орманның емшісі не еді? Білеміз ба? Білмесеңдер айтайын, тоқылдақ кетті. Тоқылдақ кетті да, аю, неге жылап отырсың? Деп сұраса, тісім ауырып жоқ отыр дейді. Ал көрсетші тісіңді дейді. Аю, деп аузын ашқан кезде тоқылдақ жаңағы тісінде ауырып тұрған тісін жұлып алыпты. Қане бәріміз аю сияқты тісімізді көрсетейікші балалар? Тағы да бір көрсетейік. Тағы да. Балалар, А дыбысында, А деп айтқан кезде дыбысымызда кедергі болды ма? Жоқ. Болған жоқ. Онда А дыбысы дауысты дыбыс екен балалар. Бүгін біз осы А дыбысымен танысады екенбіз. А дыбысының баспа түрі, А дыбысының жазба түрі. Балалар, біз сөздерді буынға бөліп үйрендік па? Буын дегеніміз не екен? Кім айтады буын дегеніміз не? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дыбыс дегеніміз не? Айзере айтта ғой. Дыбысты естиміз, айтамыз. Балалар, қазір мен сіздерге топтық жұмыс беремін. Осы топтық жұмысты бәріміз топтық етеміз, орындаймыз. Мына суреттердің ішінен А дыбысы бар суреттерді жапсырамыз, балалар. А дыбысы бар суреттерді табамызда жылдам жапсырып шығайық алдымыздағы тұрған қағазға. Қане, жапсыра қойыңдар. Топта жұмыс істеп. Клейлерді ала қойыңдар, жапсырыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, бізге қандай суреттер беріліпті? Ай тағда. Алма. Алма тағда. Ата тағда. Нан тағда. Күн өнен кейін. Алма. Кім айтты? Жүзімде? Жарас айтты ма? Жүзім екен. Балалар, қараңдаршы. Сонда біз ненің суретін жапсырдық? Және кімнің суретін жапсырдық? Айды жапсырдық. Айды буынға білейікші. Қанша буын екен? Яғни тағы да ненің суретін жапсырдық? Алманы буынға білейік. Қанша буын екен? Үнен кейін тағы ненің суретін жапсырдық? Атаны буынға білейік. Қанша буын? Екі буын екен. Нанды буынға білейік. Бәріміз бірдей білеміз. Қанша буын? Бір буын екен. Енді балалар қараңдаршы. Нан деген сөзге А дыбысы қай кезде естіліп тұр, қай жерде? Ортасында. Дұрыс айтады Амина. Нан дегенде А дыбысы ортасында естіліп тұр екен. Сонымен А дыбысы бізде қандай дыбыс болды? Дауысты дыбыс болды. Енді ата деген сөзге А дыбысы қай кезде естіліп тұр? Ата. Ата кім айтады? Ал айтшы. Ата сөзінде Ең басында. және де аяғында және сөздің басында естіліп тұр. Біз Даниэлға қошемет көрсетейікші балалар. А дыбысын түсіндік па балалар? А дыбысы қандай дыбыс екен?
біз А әрпін таңбалауды үйренеміз, дәптерімізге таңбалауды. Сондықтан қазір маған мұқият қарай бала қойыңдар. Барлықтарымыз төменгі сызықтан бастап, жоғарғы сызыққа дейін апарып, одан қайтадан төменгі сызыққа келіп қайырамыз. Белін қайтеміз, сызамыз. Енді кіші әрпін қарай қойыңдар. Мына жазу жолының жоғарғы жолынан бастап шеңбер қылып домалақтаймыз, және де несін жасаймыз? Ілгегін жасайды екенбіз балалар. Мынау А дыбысының бас әріпі, айтамыз. А дыбысының бас әріпі, А дыбысының кіші әріпі. Енді қаламдарыңды дұрыстап ұстай қойыңдар, үш саусақтың көмегімен барлықтарымыз ауада жазайық А дыбысын. Қане оң қолымызға қаламдарымды бастады, жоғарғы сызыққа дейін апарды. Қайтадан төменгі сызыққа жеткізіп қайырды. Белін сызды. Енді кіші әрпін жазамыз. Жоғарғы сызықтан шеңбер қылып дөңгелектейміз және ілгегін жасаймыз. Жақсы. Тағы бір рет айтайық. Төменгі сызықтан жоғарғы сызықтан асыра көтереміз, одан төменгі сызыққа дейін алып келіп қайырамыз. Белін сызамыз. Және де енді кіші әрпін жасаймыз. Жоғарғы сызықтың ортасынан бастап дөңгелектейміз және де ілгегін жасаймыз. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптерімізді ашып орындай қояйық. Әдемілеп бастырамыз. Қаламымызды қоя тұрып, бәріміз көзімізге, қолымызға бір серпілту сәтін жасап алайықшы балалар. Қане, бастаймыз. Жаза, жаза өзіміз, талып кетті көзіміз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, бойға жинап көз. Жарайсыңдар балалар. Сонымен бүгін қандай әріппен таныстық? Қандай дыбыс? Қандай дыбыс екен? Дауысы. Жарайсыңдар. Қандай таңбамен таңбаланады екен? Қызыл таңбамен таңбаланады екен, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар сендерге? Басқарма әдісімен көрсетейікші? Рахмет балалар.